ерлік пен елдіктің символы Сыпатай. Жетісу тауы биік, жері шырайлы. Суы мөлдір. Батырлар мен билердің өшпес ізі бар. Тұтастық пен бірліктің белгісі айқындалған қасиетті мекен. Мен Сыпатаймын. Төтеннен туған ер едім. Қиын сәтте қас батырға серік бола бері едім. Ұлы жүздің ұранынан айналып, елім үшін майза ұстап дер едім. Мен жоңғармен жалаң қылыш шайқасқан, шекарада шақ боп отқа айғасқан. Қорған болдым қалың жұртым халқыма, бас имедім жауға бермей сай тасқан. Кенесары шақырғанда атқа қондым мен де бір, бас көтеріп азаттық деп атқа мінді ел бір. Саясаттың қиындығы шырмап алды жолымыз. Кенені тастап кеткенім жүрекке ауыр шерлі жыр. Мен биде болдым, әділ айттым ел ісін. Билік айттым, ар сақтадым, тәттім менісін. Бүгінгі ұрпақ, мені ұмытпасаң бекерсің. Қаны бар ердің тарихын білмек ел күшін. Сыпатай ерім, сен де келдің бе кеңеске? Елім үшін атқа қонатын күн туды. Ел үшін атқа қонуға дайынмын. Бостандық үшін күрес болмаса қауіпсіздік те жоқ. Біз бодан болсақ, бүгін тыныштық болса да ертең рухымыз өледі. Рас айтасыз хан ием. Дегенмен әр ру, әр би өз ауылында жоқ бір ел. Азаттық болмаса бәрі бекер. Сен мені тастасаң, елге не үміт қалар? Мен сені тастамайын. Бірақ халықтың амандығы үшін кейде басқа шешімде керек болады. Мен соны да ойлаймын. Сыпатай батыр Қоқан хандығының Жетісу жеріндегі озбыр саясатына қарсы халықты ұйымдастырып, Қоқан бекіністеріне шабуыл жасаған. Ол Жетісу қазақтарының бостандығы мен жер тұтастығы үшін күресіп, елін қанаудан қорғауға белсене атсалысты. Сыпатай батыр Ресей империясымен қарым-қатынасты сақтап, Жетісу қазақтарының бейбіт өмір сүруіне жағдай жасауға тырысқан. 1840 пен 1850 жылдар Сыпатай батыр Кенесары Қасымұлының ұлт-азаттық көтерілісін алғашында қолдаған. Бірақ кейін Сыпатай мен басқа да Жетісу батырлары Кенесарының кейбір шешімдеріне келіспей, одан бөлініп шығады. Бұл жағдай тарихта әртүрлі бағаланады. Бірі Сыпатайды сатқын десе, енді бірі оны бейбітшілік пен елдің амандығын көздеген мәмілегер ретінде көрсетеді. Сыпатай батырдың дана сөздері. Бірлік бар жерде береке бар, бөлінген ел оңбайды. Қара қазан сары бала үшін күрес, қасиетті жол. Қылышпен қорғаған елді ақылмен де сақтай білу керек. Жау жеңілмейді, ақылсыз батыр жеңіледі.